Гистология сабағындағы ең маңызды заттардың бірі ол әрине микроскоптағы препаратты анықтай алу. Егер де препарат анықталмайтын болсақ, онда бізде дальше оны сипаттауға да мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты мен мына жақта препараттың микроскоптағы бейнелерін беріп қойдым. Мүмкін әртүрлі бейнелер, әртүрлі микроскопта жасалған. Негізінде мынау атласқа қарайтын болсақ, более андай сары, одан кейін қоңыр түсті көреміз. Но негізінен микроскоптағы бейнелерді қарайтын болсақ, олар қызыл түсті болады. Одан кейін мынандай остеондарды көріп, бірден ажырата аламыз. Яғни қызыл цвет болып тұрған кезде ешқандай да шошымаймыз. Просто жаттап алуымыз керек. То, что сүйек бұл тек қана бұлай мынандай бейнеде емес, мүмкін мынандай да бейнелерде бола алатынын. Негізі препаратты сипаттаған кезде ең басында олардың классификациясын айтып кеткен өте жөн болады. Мысал ретінде қазір тірек қимыл жүйесіне жататын деп бастаймыз. Себебі біз қазір қабыршақты сүйек тінін талдайтын боламыз. Бұл жақта бояуы шымыр бойынша боялған, одан кейін құрылымдылық элементтерін келетін болсақ, 1 мен периост, одан кейін 2 мен сыртқы жалпы пластинкалар қабаты берілген, 3 мен остеондар, 4 остеондар өзектері, 5 аралық пластинкалар. Одан кейін осылай зерттеулер шыққаннан кейін енді сипаттауға келетін боламыз. Одан кейін сипаттайтын кезде былай бастаймыз. Жалпы сүйек тіні ретикулар фиброзы және пластинкалы бөлінеді. Біз бұл препаратта қабыршақты пластинкалы сүйек тінін көріп тұрмыз. Именно мына жақта айттық екіге бөлінетін, одан кейін именно препаратта берілген ол пластинкалы түріне жататын айттық. Одан кейін бұл пластинкалы негізінен көбінесе ер адамдар, то есть ересек адамдарда көп таралған. Енді негізі препаратты сипаттаған кезде сыртынан ішіне қарай өтіп сипаттаған жөн болады. Одан кейін андай аралас қылып айтуға болмайды. Мысал ретінде сыртын айтып жатып, одан кейін ортасына өтіп кетіп, одан кейін ең ішкі қабатын айтып, одан кейін қайтадан сыртына айтып олай аттап жүрмейміз. Осындай қадам бойынша сипаттайтын боламыз. Қабыршақты сүйек тіні сыртынан периостпен қапталады. Оның 2 қабаты бар. Сыртқы талшықты, одан кейін ішкі қабаты. Ішкі қабаты көбінесе жас жасушалардан тұрады. Сүйек тінінің құрамында жасуша және жасушалық заттардан тұрады. Жасушалары остеобласт, остеоциттерден тұрады. Енді осы жасушалардың әрқайсысын бөліп сипаттап кететін боламыз. Остеобласт ол сүйек тінінің негізгі затын түзетін жасушалар. Одан кейін сүйек зақымдалу кезінде сүйектің ревенциялауына қатысады. Бұл қасиеті цитоплазмасында жақсы естілген шүршікті эпителий мен гольжи кешеніне байланысты. Одан кейін міндетті түрде пішінін айтып кетеміз. Гистологиялық препараттарды сипаттаған кезде осы пішіндерін жаттап жүретін боламыз. Себебі оларды міндетті түрде сүретін болады. Олардың пішіні текше және пирамида тәрізді болып келеді. Одан кейін екінші жасушалар ол остеокластар. Остеокластар ол сүйек макрофагтары. Яғни известілінген шеміршек пен сүйекті бұзатын жасушалар. Одан кейін үшіншісі остеоциттер. Сүйектің лифилифті бөліну қабілетін жойған ескірген жасушалар. Олар өсімділі болып келеді. Егер де бізге берілген осы препараттары тағы да үлкейтіп қарайтын болсақ, сүйек лакуналарын көруге болады. Осы остеоциттер осы сүйек лакуналарын бір-бірден орналасатынын көре аламыз. Егер де бұны әрине жақындас қарайтын болса. Бұның барлығы айтып жатқан жаңағы сүйектің тінінде болатын жасушалар. Енді әрі қарай препаратты сипаттаймыз. Сүйек тінінің қоршалып орналасқан периост арқылы тінге көптеген коллаген талшықтары енеді. Осы коллаген талшықтарының орналасуына байланысты сүйек тіні құрамында 4 түрлі пластинкаларды ажыратамыз. Яғни 4 түрлі пластинкаларды ажырата аламыз. Біріншісі ол периостқа параллель жатқан сыртқы жалпы пластинкалар жүйесі. Екіншісі ол остеондар, сүйектің құрылымдық бірлігі. Остеондарда ешқашан ұмытпаймыз, себебі бұл препаратта
өте маңызды рөлін. Үшінші аралық пластинкалар. Төртінші эндостқа параллель жатқан ішкі жалпы пластинкалар жүйесі. Осы төрт түрлі пластинкаларды ажырата аламыз. Препараттан остеондардың ортасында ашық түсті өзек немесе каналдарын көреміз. Ол жерден сүйек тінінен нервтер және қан тамырлар кіріп, сүйек тінінің васкуляризация және иннервациясына қатысады. Ал аралық пластинкаларды тоже көре аламыз. Остеондардың пішіні негізінен цилиндр тәрізді болып келеді. Енді сүйек тінінің тізімін айтатын болсақ, олар механикалық, тіректік, қорғаныс және сүйек тінінің құрамындағы су мен тұзының алмасуына қатысады. Одан кейін егерде сіздерге клиникасы, одан кейін барлық ерекшелігі керек болса, олардың барлығы телеграм-каналда болады. Сол телеграм-каналда конспектімді оқып отыра, ала аласыздар